Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай цветная капустаны клярмен қуырып алдым. Өте дәмді болып шықты. Холодный закуска ретінде де қолданса болады. Ендеше рецептімен бөлісейін. Цветная капустаны осылайынан бөліп алып, жақсылап салқын сумен жуып аламыз. Қайнап тұрған тұзды суға салып, осылай 3-4 минуттай қайнатып аламыз. Енді клярымыз жасаймыз. 2 жұмыртқаға дәмі бойынша қарабіріш пен тұз салып, 2 ас қасық ұн салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осылайынан жақсылап араластырып, енді цветная капустамызды алып, суытып, үстіне клярымызды салып, барлығын осылайынан жақсылап араластырып, соны қызып тұрған майда, көп мөлшерді майға салып, екі жағын қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мен екі жағын қызартып қуырып алдым, және де осындай қағазға бәрін сүзіп алдым. Қағаз майын сорып алатын болады. Мінекей дайын болды. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаға басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.